Ассалаумалейкум алтындарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең дәмді, тәтті бөлшектер синнабонидің рецептімен бөлісемін. Ал бисмилля, бастайық. Құрғақ ыдысқа, таза ыдысқа ең бірінші жылы сүт құямыз. Жылы сүтті құйып алғаннан кейін оның үстіне тұз және де қантты саламыз. Қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне құрғақ ашытқы саламыз. Құрғақ ашытқы қазір көп тұрудың қажет етпейді, тез көтереді. Және де май саламыз. Бөлме температурасында не болмаса газға сұйылтып қыздырып алсаңыздар болады майды. Қатты күйінде салмаңыздар. Менікі бөлме температурасында тұрған май, сары май. 82% майды салып алғаннан кейін құрғақ ашытқымызды үстіне саламыз және де оны да араластырамыз. Және де бір дана жұмыртқа қосамыз. Жақсылап өстіп араластырып алғаннан кейін жұмыртқамызды да салып жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап осылай араластырып алғаннан кейін ұнымызды бөліп саламыз. Яғни біз ұнымызды електен өткізіп аламыз. Електен өткізген ұн жұмсақ болып жақсы көтеріледі. Ең алдымен осылай бөліп салдым ұнды. Өстіп венчикпен жақсылап араластырып алғаннан кейін толықтай ұнды саламыз. Қолмен жақсылап басып, оны елеп жақсылап араластырып алғаннан кейін осылай дайындап, бетін пищевая пленка немесе салфамен орап, жылы жерге қойып қоямыз. Салмасын дайындап аламыз, корица мен қантты. Енді біздің нанымыз осылай пышны болып көтеріледі. Осылай әдемі көтерілген нанды алып жаямыз енді. Бұны 4 бұрыштап жаю керек. Бізге ең алдымен 4 бұрыштап жаю үшін осылай жан-жағын 4 бүктеп, осылай басып қолмен жақсылап, енді оқтаумен жақсылап бұны жаямыз. Ұн себеміз, үстіне және де астына сеуіп аламыз да. Осылай жабысып қалмас үшін оқтаумен жақсылап 4 бұрышты қалпын сақтап, осылай жайып аламыз. 1 сантиметр дегені болу керек. Жайып алған ұнымызға, нанымызды осылай сары майды деген жақсылап жағып шығамыз. Бұл да бөлме температурасындағы сары май. Осылай жақсылап жағып, жан-жағына қалдырмай жағып аламыз. Біздің жаңағы дайындаған салмамыз, корица мен қантымызды осылай сеуіп шығамыз. Қанша құрам керек екен, мен құрамын описаниеде жазып көрсетіп кетемін. Қантты өздеріңіздің қалауыңыз бойынша салуға болады. Аз салсаңыздар да болады. Тәттіні жақсы көретін адамдар көбірек салсаңыздар да болады. Осылай корица екеуін салып, жақсылап толтырып, осылай шығамыз. Содан кейін рулет сияқты бұл нанымызды орап шығамыз. Рулет сияқты жақсылап дөңгелектеп орап алғаннан кейін бұл булочканың ерекшелігі, тәтті тоқаштың ерекшелігі, жаңағы дөңгелектеп осылай орап алғаннан кейін оны бөліп шығамыз, кесіп шығамыз. Өте дәмді, өзінің формасын күштілеп ұстап тұрады, өте әдемі болады. Енді біз бұны бөлу үшін жіпті пайдаланамыз. Жіппен бөлген кезде бір келкі және де әдемі болып бөлінеді. Осылай бөліп, әрқайсысын бөліп шығамыз. Менде 9 дана шықты. Және де осындай көлемде бөлдім. Өте әдемі және де дәмді, пышны болды. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кішкентай қылып бөлсеңіздер де болады. Осылай мен табан ыдысына қойып алдым. Және де менде осындай форма болған, 4 бұрышты форма. Сол форманы қойып, соның ішіне осылай синнабондарды салып шықтым. Және де менде қалған корица мен қантты бетіне осылай сеуіп шықтым. Осы аралықта біз пешті дайындап қоямыз. 180 градуста 30-25 минутқа қоямыз. 30-25 минутта өте әдемі болып көтеріліп,
біздің тәтті тоқаштарымыз дайын болады. Енді бетіне салатын салманы творожный сыр, сахарный пудра және де сармай қосып осылай дайындап аламыз. Бұл бетіне салатын салмасы болады кремі. Осы салманы салу арқылы өте дәмді, балғын, тәтті болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, подписка жасап, және де лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Осылай тәтті тоқаштарымыз дайын болғаннан кейін осылай бетіне әдемілеп, әрлеп жағып шығамыз. Жақындарыңызды тәттімен қуантыңыздар. Сіздермен болған айтылған менің каналыма тіркеліп кетіңіздер.